Енді біріншіден папамның арманы орындады, екіншіден папамның жақсы көретін жұмысы болып қалды. Бастадық. Әкеміз бұның бәрін жасап, бізге көрсетіп, қандай пайдасы болып, қандай жақсы нелер болады деп айтты. Енді бізге, сол үшін бізде осы папамның арқасынан, осы бақтың пайдасынан біз оқуымызды бітірдік. Бір жауапкершілік өмірге қадам бастық. Мәселен, мен болғым келеді. Өйткені маған ұнайды бұл жұмыс. Мен барып бір кісіне жұмыс істемеймін, өзімнің жұмысын жасаймын. Ол маған ұнайды. Бұл іс жақсы іс. Мен істеген жұмыс жақсы қарайды. Өзі де қызығып кетті менен бұрын. Менен бұрын өзі де жақсы жұмыс жасайды осы бақта. Өзі де енді армандап қалды жақсы жұмыс екен деп. Бір жұмыста істейміз, жақсы екен, бірге істеген жақсы екен. Өйткені кей кезде мен балалармен шыға алмаймын жұмысқа. Менің орныма күйеуім шығады, барлық нәрсесін қарайды. Өзі жинап, сол рабочылармен бірге жұмыс істейді. Мен шыққан кезде екеуміз бірге жұмыс істейміз. Күйеуім әрқашан менің қасымда, біз тастамайды, балаларымыз бірге жұмыс істейміз. Соны бірге жұмыс істегіміз келеді. Бірінші бітіріп, бірінші курста мен келдім. Осы кісілермен ағылшын тілін үйренуге. Оларға да өте ұнады English программасы. Балдарымыз енді 3-4 күн ба солай барды. Үйге келіп маған айтты, біз тағы да барайықшы, неге аз болып қалды, біз көп болсын деп ойлаймыз, соны үйренсек деп. Енді спорт программасына келсек, енді спорт программасы өте денсаулыққа пайдалы нәрсе. Мен сол тұрмысқа шығып, енді балам бір 4-5 жаста біз велогонка дейді ғой, велосипедпен Көлсайға барғанбыз. Енді өте жақсы болды, керемет. Ол жерді біз өзіміз бірінші рет сол жерге бардық, осы кісілердің арқасында. Сол жерді бірінші рет көріп, велосипедті де біз бірінші рет пайдаланып сол кезде. Енді бұл программа арқылы біз біріншіден осындай жақсы кісілерді таныстық. Көзқарасы өте жақсы бұл кісілерге. Өйткені келіп жұмыс беріп, бәріне араласып, біз де оларды танимыз, олар бізді танып, өте жақсы дос болып кеттік. Сол енді осы бақпен айналасып, осыны бір көбейтіп, үлкейтіп дегендей сондай бір армандарымыз бар. Өзім үшін арманым сол балдарым бақытты болса екен, ата-анам қасымда болса екен. Солармен бірге бақытты өмір сүргім келеді.